Қайырлы күн, қымбатты талапкер. Сенімен бірге Education Guide Анель. Бүгін сен қала құрылысы білім беру бағдарламасымен таныс боласың. Бұл білім беру бағдарламасы сәулет білім беру бағдарламаларының тобы құрамына кіреді. Қала құрылысы білім беру бағдарламасы неғұрлым қолайлы қалалық ортаны құруға бағытталған ілеспе және сараптамалық жұмысы жүзеге асыратын мамандарды даярлауға бағытталған. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ЛБТ-да бар болғаны 2 пән – Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы пәндерін, ал жоғары оқу орны қабылдау комиссиясында сурет және сызу бағыттары бойынша 2 шығармашылық емтихан тапсырады. Шығармашылық емтиханда дайындалу үшін талапкерлер инновация және қосымша білім беру институтының дайындық курстарына офлайн және онлайн форматтарда қатыса алады. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсудің шектік ұпайы 110 ұпайды құрады. Оқыту қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Осы білім беру бағдарламасына түсе отырып, сен келесі дағдылар мен құзыреттерге ие боласың. Күрделі құрылыс жобаларын әзірлеу, жобаларды кемшіліктер мен артықшылықтар, шектеулер мен тәуекелдерге тұрғысынан бағалау, инфрақұрылымды қалыптастырумен айналысатын мамандардың жұмысын үйлестіру, тарихи және мәдени мұра объектілерімен жұмыс істеу, оларды қорғау, қайта құру немесе пайдалану мәселелерін шешу, жобалы іске асыру үшін оңтайлы конструкцияларды, материалдарды, технологияларды іздеумен айналысу. Біздің түлектер Қазақстандағы BI Group және Basis A сынды алдыңғы қатарлы сәулет құрылыс компанияларында жұмыс істейді. Университетті бітіргеннен кейін сен сәулетші, жобалаушы, реставратор, қала құрылысы бойынша сарапшы кеңесші, қала құрылысы басқару саласындағы маман немесе басшы болып қызметке орналаса аласың. Түлектер сәулет бағыты бойынша магистратурада бағыт жалғастыра алады. Табысты сәулетші бол, Казгасаға оқуға түс.